Сәлем құрметті оқырмандарым, бүгін сіздерге дамауыздарыңызда қалатын қытырлақ сочный тандыр самсаның духовкада жасалу жолын көрсететін боламын. Ұнаса лайк басып, тіркеліп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен суға тұз, сары май, жұмыртқамызды шағып, жақсылап араластырып, үстінен ұн салып, қамыр жасап аламыз. Қамырымызды 20 минутқа тындырып қойып, қамыр тынғанша ішіне салатын начинкамызды дайындап аламыз. Начинкасына картоп, ет, жуа, тұз және қалауларыңызға көре дәмдеуіштерді қосып араластырамыз. Мен дәмдеуіштерден қара бұрыш, зіре қостым. Начинкасына салынған заттардың мөлшерін видео астына жазып кеттім. Дайын начинкамыздың бетін жауып қойып, енді ұн сеуіп, қамырын кішкентай бөліктерге бөліп суалай жасап жаямыз. Жайылған қамырымыздың ішіне начинкасын салып, осылай домалақтап түйеміз. Бір жұмыртқа шағып, ағын сарысынан бөліп аламыз. Ағын духовка листінің астына жағып, самсаларымызды теріп аламыз. Бетіне сарысын жағамыз. Негізі үстінен күнжіт сепсеңіздер әдемі болып шығады. Менде күнжіт жоқ екен, сондықтан барымен жасай бердім. Енді духовкаға 200 градуста 2 минутқа қойып, астын жабыстырып аламыз. Сосын листті төңкеріп, асты жағымен 150 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Беті қызарып, майы ағып, сочный болып пісті. Тарелкаға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар.